Бұйыл поэзияның биік шыңы, жүректен жазып жүрекке жететін жырдың иесі Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл толып отыр. Осы орайда ақынның әдемі бір өлеңін жүрекпен оқып беремін. Қабыл алыңыздар. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше ішік кисең, соның өзі бақыт емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген жүйрік мініп той-тойлау, ісің болмай өзгеменен қарның тойса қарт ойнау. Жоқ, деді бірі. Бақыт деген қолың жетпес мансап қой, жұрттан бөлек жүрсең егер, соның өзі жақсақ қой. Жоқ, деді бірі. Бақыт деген адал жармен перзент қой, ынтымаққа ырыс келсе, ол да саған ермек қой. Пікірлердің таласына мен осылай жолықтым. Бақыт деген адам баласына оңай келмес соныктым. Безбеймін мен байлықтан да, баладан да, жардан да, мансап жетпес үлестірсең бар адамға, үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты, оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Осы арнайы әдемі өлеңімді, яғни челленджімді Қостанай облысы Қарасу ауданы Селени атындағы жалпы білім беретін мектебінің ұжымына жолдаймын. Сонымен қатар сол мектепте қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі Сақтағанова Райса Тұрсынбайқызына жолдаймын. Назарларыңызға рахмет.